Бұдан былай Яндекс Такси жауын-шашында көп құтырмайтын болды. Баламен жүрген жолаушыларға жеңілдігі бар тариф беріледі. Компанияға қатысты тергеу аяқталыпты, соның қорытындысын айтайын. Тергеуден кейін Яндекс Такси өз еркімен Қазақстанның цифрлық экожүйесін қолдау мемлекеттік қорына 3 миллиард теңге үлес қосты. Бұдан былай Яндекс Таксиде 14 желтоқсаннан бастап, егер тапсырыс сапардың базалық құнынан 2 есе асатын болса, жүргізушілер үшін Яндекс комиссиясы жойылуға тиіс. Жүргізушілер үшін қосымша бонустық бағдарлама енгізілуге тиіс. Компания тарифті қалыптастырудың ашықтығын арттыруға тиіс. Агрегатор таксиге ең жоғарғы сұраныс жағдайында, яғни қолайсыз ауа райында немесе мереке күндері X3-тен жоғары тарифті көтеруге шектеулер енгізеді. Сондай-ақ балалар бар жолаушылар үшін балалар тарифі пайда болуға тиіс екен. Компания өзінің колл орталығында тірі, яғни толыққанды операторлар жасауы керек. Сондай-ақ заңнамаға түзетулер енгізілгеннен кейін бұдан былай жүргізушілер Яндекспен тікелей жұмыс істей алатын болды.